Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керемет дәмді кешкі ас дайындайтын боламын. Осындай болып шығады. Ерекше дәмді болып шығатын кешкі ас. Оған керекті заттарым: картоп, сәбіз, қырыққабат, жуа. Осыларды бәрін турап аламыз. Картопымды, жуамды, сәбізімді бәрін ашып дайындап алдым, жуып тазалап. Енді осыларды бөлшектерге бөлеміз. Өздерің қалауларың бойынша бөлесіздер. Мен осылай етіп бөлемін. Картопым, жуамды, сәбізімді. Енді қырыққабатым менде ашылып тұрған. Осыны да турайым. Енді жуамды турайым. Оған дейін етімді қойып пісіріп жатырмын. Пісіп жатқан етім үстіне салам қазір картоптарымды. Міне бәрін турап болдым. Картоптарым барлығын. Енді қайнап пісіп жатқан етім. Осының үстіне қырыққабатымызды, сәбізімізді, картопымызды салып пісіреміз. Татымына қарай тұзын, бұрышын салуға болады. Міне осындай қойып қойдым. Енді осы піседі қазір 20-30 минутта. Бәрін әбден араластырып жатырмын. Міне піскен картопым. Кешкі асым. Ас болсын баршаға. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнамды аяғына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма күнде жаңадан видеолар салып отырамын. Мені қолдап кетіңіздер. Міне осындай дәмді картоптан кешкі ас шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәмді болып шығатын кешкі ас. Рахмет, сау болыңыздар баршаға.